Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді және үлпілдек болып шығатын пирожки жасадым. Бұрын-соңды пирожкиларыңыз дұрыс шықпай жүрген болса, онда осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан керемет болып шығады екен. Қажетті заттардың мөлшерін төменгі описание бөліміне жазып қойдым. Достар, видеоны қарамас бұрын бірінші менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Одан соң сүтімізді құямыз. Бір шай қасығымызды толтырып, дрожжімізді саламыз. 2 шай қасық қант саламыз. 1 шай қасық тұз саламыз. Ерітілген сары майымызды саламыз. Болмаса сұйық май құя берсеңіз де болады. Араластырамыз. Енді ұнымыздың жартысын саламыз. Ыңғайлы болу үшін қолымызбен илеп аламыз. Осылай ұнымызды сала отырып, қамыр илеп аламыз. Қамырымыз жұмсақ болу керек. Міне осылай илеп алдық. Қамыр өте жұп-жұқа болады. Жұп-жұмсақ болады. Осылай сыртын жан-жағын майлап жүреміз. Ыдысымызды майлап жүретін болсақ, жақсы көтерілетін болады. Міне осылай майлап жібердік. Енді қамырымыздың бетін осылай пищевой пленкамен немесе салатамен осылай жауып қоямыз. Және сыртын орап, жылы жерге көтерілуге қойып қоямыз. Шамамен 30-40 минуттай көтерілу керек. Міне осылай жылы жерге қойып қоямыз. Енді салмасына бірінші пиязымызды осылай майдалап, турап алдық жіңішкерін. Енді табамызға кішкене май құямыз. Кішкене май құйып, қыздырып, пиязымызды қуырып аламыз. Картопты суға қайнатып пісіріп алдым. Енді осы талшонғаның көмегімен жақсылап езіп алатын боламын. Негізі пирожкидің дәмді болып шығуы ол осы картопқа байланысты болады. Яғни қабығын ашып суға қайнататын болсаңыздар, картоптың барлық дәмі суға шығып кетеді, біздің картопымыз су татып қалатын болады. Ал картоптың қабығын ашымай, сыртын бір шайып жіберіп, суға қайнатып пісіріп алатын болсаңыздар, картоптың дәмі өзінде қалып, біздің пирожкимыз дәмді болып шығатын болады. Енді жаңа қуырып алған пиязымыз осы картопымыздың үстіне салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді картоптың көлеміне қарай 5-6 ас қасық сүт құямыз. Мен 5 қасық құйдым. Және дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Осымен біздің начинкамыз дайын болды. Енді бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз.
осы рецептпен жасап көріңіздер. Пирожкиларыңыз өте үлпілдек және дәмді болып шығатын болады. Достар, қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Аптасына 2 жаңа видеодан шығып отырады. Видеоның соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.